Тыйым салынған махаббат. Кеңсе күнделікті әдеттегідей тыныш еді. Сағаттың тықылы естіліп, әріптестер қағазға үңілген. Бірақ оның жанында отырған Аянға әр секунд ауыр сезілді. Себебі ол жанында отырған Айданадан көзін ала алмады. Айдана жұмысында талапшыл, салмақты, әрқашан барлығына жылы шыраймен қарайтын әйел. Бірақ Аян үшін ол жай әріптес емес еді. Әрбір жымиысы жүрегін дүрсілдететін, әр сөзін ерекше құлақ түріп тыңдайтын. Олардың әңгімелері көбіне ресми басталатын. Құжат дайын ба, жиналысқа үлгереміз бе? Бірақ көзқарастары айтылмаған сырға толы еді. Бір-біріне жақын отырғанда жүректері үнсіз сөйлесіп жатқандай болатын. Құпия сәттер. Кейде жұмыс соңында кеңседе екеуі ғана қалатын. Сырттағы жарық сөнгенде компьютер экрандарының жарығы олардың жүзін айқындап тұратын. Сол сәттерде Аян Айдананың қолына кездейсоқ тиіп кетсе, екеуі де үнсіз қалатын. Үнсіздік бәрін айтып тұрғандай еді. Айдана да сезімін жасыра алмайтын. Бірақ ол өз-өзін тежейтін. Себебі жұмыс орны, әріптестік қарым-қатынас бұл сезімге жол бермеуі тиіс еді. Ал жүрек мүлде басқа әуенде соғатын. Шекараны бұзу. Бір күні кешкіде құжаттарды реттеп болған соң Аян батылдық танытып: «Айдана, сенсіз күндерім бос сияқты» деді. Ол үндемеді. Тек көзіне терең қарап қалды. Бұл үнсіздік мың сөзден де артық еді. Ол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Айдана қолын жай ғана тартып әкетудің орнына, оның қолын қысып бір сәтке болса да жүрегін тыңдады. Бұл тыйым салынған, бірақ ең шынайы сәт еді. Арада күндер өтті. Айдана мен Аян бәрін ұмытқандай кейіп танытты. Жиналыстарда бұрынғыдай ресми сөйлесті, әріптестер арасында қалыпты қарым-қатынасты сақтады. Бірақ екеуінің көзі түйіссе, сол бір құпия түн естеріне түсіп, жүректері тағы да дүрсілдеп кететін. Жасырын кездесулер. Бірде іссапарға бірге баруға тура келді. Қала сыртындағы қонақ үйге орналасты. Әріптестерін күтпей, екеуі кешкі асқа шықты. Әдетте адамдар толып тұратын мейрамханада екеуі оңаша бұрышта отырды. Әңгімелері жай ғана басталғанымен бірте-бірте терең сырға айналды. «Аян, мен кейде сені ойлағаным үшін өзімді кінәлі сезінемін. Бірақ жүрегімді алдай алмаймын» деді. Айдана көзіне жас алып: «Мен де сені ойлаймын. Бірақ бізге болмайды ғой» деді. Дегенмен олардың жан дүниесі әлдеқашан шешімін қабылдап қойған еді. Қонақ үйге қайтқан сәтте екеуі ұзақ үнсіз жүрді. Лифт есігі жабылғанда бір-біріне деген құмарлықты ұстап тұруы мүмкін болмады. Құшақтасу көптен бері іште жиналған сезімнің жалғыз жауабы болды. Құмарлық пен қайғы. Түн олар үшін ұмытылмас еді. Бірақ таңертең бәрі ауыр ойларға толы болды. Айдана терезеге қарап сыбырлап: «Бұл дұрыс емес. Біз жүрекке бағындық, бірақ ақылға қарсы шықтық» деді. Аян оның қолын ұстап: «Сенің жаныңда болған әрбір сәт үшін өкінбеймін. Мейлі, бұл құпия болып қалсын, бірақ мен үшін сен ең шынайысың» деп жауап берді. Қиын таңдау. Кейін жұмысқа оралған соң олар бір-бірінен алыстауға тырысты. Бірақ сезім одан сайын күшейе түсті. Жұмыс үстінде бір-біріне тік қарамауға тырысқанымен, әрбір қимыл, әрбір сөз жүрекке қадалатын. Айдана ішкі жан дүниесінде қақтығыста жүрді. Бір жағында мансабы, беделі, қоғам. Екінші жағында жүрегінің шынын айтқан махаббат. Ал Аян үшін бұл сезім өмірдің мәніне айналып үлгерген. Ашық айтылмаған уәде. Бір кеште, кеңседе бәрі кеткен соң, Аян оған тағы да жақындап келді. «Айдана, сенен бір өтінішім бар. Егер біз бірге бола алмасақ та, жүрегіңде мені ұмытпа. Мейлі біз сырттай бөтен болайық, бірақ ішімізде мәңгілік бір-біріміздікі болайық». Айдана көз жасын жасыра алмай, оның кеудесіне басын қойды. Бұл олардың соңғы құпия құшағы еді. Күдік пен қауіп. Айдана мен Аян сезімдерін жасыруға тырысқанымен, кеңседегі кейбір әріптестер күдіктене бастады. Әсіресе олардың бір-біріне ерекше назар салып, кейде ойға батып кететінін аңғарған адамдар болды. Бір күні түскі ас үстінде Гүлназ есімді әріптесі күліп: «Айдана, сен соңғы кезде тым бақытты көрінесің. Жасырған сырың бар ма?» деп әзіл тастады. Айдана жүрегі дір ете түсіп амалсыз күлді.
Ал Аян үстелдің ар жағында үнсіз отырды. Оның жанарында тек бір ғана ой бар еді. Қойса, не істейміз? Құмарлық пен қашу. Осы қысымға қарамастан олар бір-бірінен алыстай алмады. Әр кездесу от пен судай қауіпті, бірақ соншалықты тәтті еді. Айдан Аянды көрмесе сағынышқа берілетін, ал қасында болса өзін ұстай алмай қалатын. Бір кеште, жұмыстан соң Аян оны сыртқа шақырды. Қала шамдары жанып тұрған саябақта екеуі қол ұстасып жүрді. Айдана, біз не істеп жүрміз? Деді Аян сыбырлап. Білмеймін. Бірақ жүрегім тоқтамайды, деді ол. Екеуі көпшілік ортасында құшақтасуға батпады, бірақ көзқарастары бәрін айтып тұрды. Таңдау уақыты. Айдана күн сайын қинала бастады. Ол өзін опасы сезінді, бірақ сонымен бірге Аянсыз өмір сүре алмайтынын түсінді. Бұл сезім тыйым салынған, бірақ ол үшін ең шынайысы еді. Бір түнде ол күнделігінде жазды. Егер жүрегімді тыңдасам, Аянмен боламын. Егер ақылды тыңдасам, бәрін доғарамын. Бірақ екеуін қатар алып жүру мүмкін емес. Тағдырдың сыйы. Келесі күні Аян шешімді өз айтты. Айдана, мен сені жасырып сүюден шаршадым. Мен үшін сен тек әріптес емессің. Мен болашағымды сенсіз елестете алмаймын. Қалауыңды айтшы, бірге қашамыз ба, әлде осы құпиямен мәңгі өмір сүреміз бе? Айдана үнсіз қалды. Жүрегі иә деп айқайлап тұрды, ал ақылы жоқ деді. Бұл олардың ең қауіпті әрі шешуші сәті еді. Айдана терең тыныс алды. Аянның жанарына қарап тұрып, жүрегінің жауап беріп қойғанын сезді. Мен сені таңдадым, Аян. Мейлі адамдар сөгіп түсінбей жатса да, мен жүрегіме қарсы шыға алмаймын, деді сыбырлап. Жаңа бастама. Сол түні олар бірге болуға шешім қабылдады. Көп ұзамай Айдана жұмыстан кетіп басқа салаға ауысты. Кеңседегі сыбыр-күбір, жасырын көзқарастар артта қалды. Екеуі еркіндікке шыққандай жеңіл тыныстады. Қала сыртында, тыныш көшеде жаңа пәтер жалдап, бірге өмір сүре бастады. Әр таңды бір-бірінің құшағында қарсы алып, әр кешті бірге өткізетін. Махаббаттың жаңа түрі. Енді олар құпияда емес, ашық сезімде өмір сүрді. Аян Айдананы таңғы асқа оятып, кофе дайындайтын, ал Айдана оған шабыт сыйлайтын. Екеуі бірге жоспар құрып, болашақта армандады. Олардың арасындағы құштарлық жасырын болған кездегіден де күшейе түсті. Өйткені енді қорқыныш жоқ, тыйым жоқ, тек махаббат қана бар еді. Финал. Бір кеште олар теңіз жағасында серуендеп жүрді. Ай Айдананың жүзіне түсіп тұрды. Аян оның қолын ұстап тұрып, жүрек сөзін айтты. Сені алғаш көрген сәттен бастап, менің тағдырым сен екеніңді білдім. Біз қанша қашсақ та, жүрегіміз бір-біріне қайтып келді. Айдана күлімсіреп, басын оның иығына қойды. Бұл жолы бізді ешкім бөлмейді, деді ол. Сол сәтте олардың жүрегі бір ырғақта соғып тұрды. Енді бұл махаббат құпия емес, тағдырдың өзі сыйлаған шынайы бақыт еді. Қорытынды, тыйым салынған махаббат кейде жүрекке ауыр жүк әкеледі. Бірақ егер адамдар жүрегін тыңдап, шынайы сезімге берілсе, ол жаңа өмірдің бастауы болуы мүмкін.